Қайырлы күн, бүгін біз яблочный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге қант, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май керек болады. Осылардың үшеуін жақсылап араластырып, содан кейін барып ұнымызға разрыхительді салып, екеуін араластырып, содан кейін барып осындай алып салып аламыз. Осындай тесті илейміз. Тестімізді холодильникке мен 30 минуттай қойып қойдым. Қойып алғаннан кейін осындай пирогтың формасына орналастырамыз. Менде 2 дана алма болды. Осыларды 4 бұрыштап турап, үстіне қант салдым. Қант менде 100 грамм салдым. Осылай араластырып алғаннан кейін жаңа тестіміздің үстіне саламыз. Міне осылай салдым. Мен осыны қызып тұрған 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп алдым. Міне осылай болып пісіп шығады. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогым ұнаса, рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.